Мынау енді шеттен шыққан масқарамнан соңына дейін тыңдаңызшы. Адамдар не нәрсеге бармайды, а? Мынау енді бара жатқан, қайда бара жатырмыз, қазақ елі, қайда бара жатырмыз? Мынаған бәрін дұрыстау керек. Пікір қалдырыңыз. Мен өткенде цифрлық министрлігімен кездестім. Мен сұрадым. Сендер қалай рұқсат беріп қойғансыздар мынау биометрия жасауға, электронды қол қоюға? Мен сұрадым. Банкілер биометрия қалай жасайды? Іштен осы уақытқа дейін тәртіп жоқ биометрия жасайды. Мемлекет әркім әртүрлі жасайды. Сонда мен айтамын, адам өмір бойы банкіге бармаған. Қалай биометрия жасайды? Немен салыстырады? Мақұл, мен өмірі бармаған, там жаңағы форты банк, өмірі барған емеспін, менімен биометрия жасайды. Мен видеоға түсіреді. Сосын мен айтамын, немен салыстырып жатсың? Ар жағында қай суретімен? Ол айтады, сіздің Еговтағы суретіңіз. Оны қайдан алдың сен? Сен бүде болуы мүмкін емес. Мен ақпаратым қорғалған болуы мүмкін. Бұл керек. Сен банкмен суретін қайдан алдың сен? Бұл қылмыс қой. Кезінде біздің электронды үкімет бүкіл біздің данылар банкіге тегін ба, тегін емес шығар сатып берген ғой. Мен айтайын, азаматтар, бірде бір суретіңіз банкілерде болмау керек. Ол жеке бизнес. Біздің сол себептен алдымен биометрия өту үшін адам бару керек. Мен заң түсіндірейін. Адам өз аяғымен бару керек. Мен биометрия келсем деу керек. Қол қою керек. Банкын қызметкер сені суретке түсіру керек, видеоға түсіру керек бұлай. Сосын сен хабарласқан кезде өздерінің сен рұқсат берген, өздері түсірген видеомен салыстырып, бұл Мұрат Әбенов екен деу керек. Бізде мынандай мен айтамын, тек қана солай, басқаша болуы мүмкін емес. Егер сіздерге биометрия өттің деп несие тіркесе, сотқа беріп, заңды түрде бұзуға болады. Біз мынандай жағдай өткенде анықталды. Биометрия дейді, қараймыз, өлген адам суреті бар ғой. Екі қолмен көзін бүйтіп ашып қойып, былай түскен міне. Басқа бөтен адам бүйтіп тұрып, суретке түсірген. Бұған несие тіркеген, өліп қалған адам. Қайтыс болған адам. Қайтыс болған адам. Анау қайтыс болған адамға кім жасаған белгісіз.